Сәлеметсіздер ме курсқа қатысушылар? Бүгін Microsoft Excel негіздері курсын бастаймыз. Оны жүргізетін мен Гаухар Іздібай. Бүгін бірінші тақырыпта біздің өтетініміз Microsoft Excel 2010 интерфейсі болып табылады. Бүгінгі сабақта біз тақырып жолы, жылдам ашу панелі, жолақ, топтар, жұмыс аумағы және қалыптар жолы секілді ұғымдармен танысамыз. Жалпы бұл бағдарлама туралы айта кететін болсақ, Microsoft Excel бағдарламасы қазіргі таңда кең тараған кестелік процессорлардың бірі болып табылады. Ол кестелік құжаттарды компьютердің көмегімен кең көлемде өңдеуге мүмкіндік береді. Excel бағдарламасының қазіргі таңда мүмкіндіктері өте көп. Оның ішіне графиктерді тұрғызу, диаграммалар тұрғызу, күрделі функциялар арқылы есеп, қисап жүргізу, сонымен қатар бірнеше құжаттармен жұмыс жасау сияқты мүмкіндіктері кіреді. Бұл бағдарламаның бірнеше нұсқалары бар. Біздің қазір танысатынымыз ол Microsoft Excel 2010 жылғы нұсқасы болмақ. Бұл бағдарламамен кеңірек танысу үшін бағдарламаны ашайық. Міне, көріп отырғандарыңыздай, бұл ашылып тұрған, жаңадан ашылған құжат болып табылады. Microsoft Excel құжатының спецификасына қарай ол құжаттың атауы кітап деп аталады. Оны мына жерден көруге болады. Яғни книга 1 кітап деген атау алған. Әрбір жұмыс кітабы парақтардан тұрады. Яғни үнсіз келісім бойынша лист 1, лист 2, лист 3 деп жаңа парақтарды ашып қойған. Ең алдымен интерфейсі туралы танысатын болсақ, ең үстіңгі бөлікте бағдарламаның тақырып жолы орналасқан. Бұл тақырып жолында осы құжаттың, яғни жұмыс кітабының атауы көрсетіледі. Қазіргі таңда біз атын сақтамағандықтан, бұл құжатты сақтамағандықтан Microsoft Excel деп жазылып тұр. Және де сонымен қатар оның астыңғы жағында лента орналасқан. Бұл лента дегеніміз бірнеше командалар орналасқан элементтер жиынтығы болып табылады. Microsoft Excel бағдарламасында негізгі лентаның құрауыштары үш түрге бөлінеді. Олар вкладкалар, топтар және командалар деп аталады. Вкладкалар бірнеше өзіне сипаттамалары бірдей командалар жинақталатын орын болып табылады. Оның мысалы главная вкладкасы, вставка, разметки страницы, формулы, данные, рецензирование және вид деген вкладкалар орналасқан. Және әрбір вкладканың өзінің элементтер тобы болады. Оны мынандай сызық бойынша бөліп орналасқан. Яғни главная вкладкасында мысалы алмасу буфері, қаріп, яғни шрифт, выравнивание, туралау, число, сандар, стили, стильдер, ячейки, яшықтар және редактирование, редакциялау сияқты топтары орналасқан. Сонымен қатар әрбір топтың ішінде өзіндік командалар орналасады. Бұл командалар белгілі бір функцияларды орындауға арналған. Мысалы, алмасу буферінде қою, кесу, көшіру және үлгі бойынша форматтау командалары орналасқан. Одан төмен қарай мына жерде жылдам ашу панелі орналасқан. Бұл панельде белгілі бір жиі қолданылатын командалар жиынтығы орналасқан. Міне, көріп отырғандарыңыздай, ол сақтау командасы, болдырмау, қайта айналдыру және тағы да өзімізге ыңғайлы бірнеше командаларды қойып қойымызға болады. Сонымен қатар бұл жерден меңзерді көріп отырмыз.
меңзерді бассақ, кез келген өзімізге керекті команданы қосымша шығарып қоюымызға мүмкіндік аламыз. Одан төмен қарай орналасқан сол жақта ол ұяшық адресі, яғни ұяшықтар мекенжайы деп аталады. Бұл мекенжай арқылы біз ұяшықтың, белгіленген ұяшықтың қай жерде орналасқанын көре аламыз. Бұл ұяшықтар бізге кейіннен есеп шығарған кезде, немесе сол есептің берілгендерін терген кезде керек болады. Оны келесі сабақтарда толығырақ айтып өтетін боламыз. Сонымен қатар оның жанында ұзына орналасқан бұл формулалар жолы деп аталады. Бұл формулалар жолы арқылы біз есеп шығарғанда есептің берілгенін жазуға мүмкіндік аламыз, немесе кез келген ұяшықта терілген мәліметті редакциялауға мүмкіндік аламыз. Және бағдарламаның ең үлкен бөлігін алып жатқан ол жұмыс аумағы деп аталады. Бұл міне көріп отырғандарыңыздай өте үлкен аумақтағы ақ парақ болып табылады. Және де оның астыңғы жағында айтып өткендей, лист 1, лист 2, лист 3, яғни парақтардың орналасу реті көрсетілген. Бұл парақ атауларын өзіміз қалауымыз бойынша өзгертуге болады. Ол үшін керекті парақтың үстіне тышқанды алып барып, тышқанның оң жағын шертеміз және переименовать, яғни өзгерту командасын басамыз. Міне көріп отырғандарыңыздай, біздің жазуымыз белгіленді. Өзіміз қалауымыз бойынша ақпаратты теріп, Enter пернесін бассақ, автоматты түрде ауысады. Және ең астыңғы бөлігінде қалыптар жолы деп аталатын бағдарламаның бөлігі орналасқан. Бұл бөлікте осы бағдарламаның құжатына тиісті ақпараттар көрсетіледі. Яғни ол жерде парақтың бетін қандай түрде көрсету керек, және парақтың негізгі параметрлері, сонымен қатар масштабы көрсетілген. Осылайша біз бағдарламаның интерфейсімен таныстық. Үйге тапсырма ретінде Microsoft Excel 2010 бағдарламасының интерфейсімен, жалпы әрбір команданың атқаратын қызметімен танысып шығыңыздар. Бүгін өткен ақпараттар сізге пайдалы болып деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.